Ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасында жол көлік оқиғаларын тіркеудің оңайлатылған әдісі еурохаттама енгізілді. Еурохаттама полиция қызметкерлерін күтпей-ақ аз шығынмен жол көлік оқиғасын жылдам тіркеуге мүмкіндік береді. Еурохаттама қосымшасын интернеттен жүктеп алуға болады. Қадамдық нұсқаулар қолданбада көрсетілген. Еурохаттаманы қолдану үшін арнайы талаптарға сай болу керек. Ең негізгі талаптары: жол көлік оқиғасына тек 2 көліктің түсуі, қатысушылардың өмірі мен денсаулығына зиянның болмауы, және шығын сомасының 100 айлық есептік көрсеткіштен аспауы керек. Егер жарақатталған адамдар жол көлік оқиғасы 3 немесе одан да көп көліктердің қатысуымен болса, келтірілген шығын 100 айлық есептік көрсеткіштен жоғары болса, қатысушылардың бірінде сақтандыру шарты болмаған жағдайда еурохаттама қолданылмайды.